Нұрлан Қамалов, лаңкестердің кешегі әмірі, бүгін көп сотталғанның бірі. Кезінде біріккен қазақ жамағатын тырп еткізбей, уысында ұстаған ол қазір түрмеде тәртібі түзулердің есебінде. Нұрлан Қамалов, Түркістан облысының тумасы, лақап аты Абабдулла. Ол қарапайым отбасында дүниеге келді. Ес-біле саудаға араласады, дінге қызығады. Ақпаратты интернеттен іздеп, радикалды уағызшылардың саусағына мықтап маталады. Солардың үгіт насихатының күшімен алдымен Дубайға, кейін Сирияға көшеді. Мұсылмандардың қаны төгіліп жатқанын көрдім, көп. Өте көп, яғни. Даже оның сұрауы да болмағанын көрдім. Бала-шаға, әйел. Самолеттарменен бомбалап жатқанын көрдім. Россияда бомбалап жатқанын көрдім, Америкада бомбалап жатқанын көрдім. Бұл халық, бұл адам не деп ешкім уже неге бармастан тек жаңағы қаруларын сынау сияқты болып кетеді кейбір кезде, ойланып қарасам. Соғысқа барып жарақат алған кезде соларды емханаға апарып, ақшаларын беріп, тамақтарын алып келіп, соның топ құрамының әмірі болып жүрген. Ең ауыр жазаны 14 жыл бас бостандықтан жаза тағайындалған Қамаловқа. Нұрланның балалары мектеп жасында, әкелерінің білегіне кісен салынып, қапасқа қамалғанын біледі, бірақ елге оралғалы әлі кездеспепті. Қарулы қақтығыс алаңынан оралған өзге жерлестерімізбен қатар Қамаловтарда қалыпты өмірге бейімделуде. Отбасы мүшелері мен мамандар жұмысты тоқтатқан емес. Күйеуіме ұзақ мерзімді кездесуге рұқсат тию керек. Қазақстанға қайта оралғалы Сирия елінде туылған кішкентай қызыма туу туралы куәлік алдық. Біздің осы жаққа сіңісіп, жақсы араласып кетуімізге үлес қосып жүрген барлық ұжымдарға алғысым шексіз. Ал ең жақсы өлім соғыста деген сандырақ санасын улаған Нұрлан қазір өмір сүргісі келеді. Абақтыда қайта партаға отырды. Жастарға сол интернеттен көріп, жаңағыда алданып саясаттың құралы болып қалмау керек. Діни білімді де мамандардан алу керек. Ең ауыр жаза болса керек, осы отбасы туысқандардан ажырап. Ол 40-ында қамал алмады. Абай айтпақшы, ойсыздарға малын шашып, туған жерінен қашып, жаһанның құтын қашырған қатерді күшейтті. Енді жылдар бойы соның жазасын өтемек.